Ассалаумағалейкум, құрметті осы Мерастек арнасына осы видеоны басқан көрермен, сіздерге осы видеоны басқан үшін мың алғыс. Қазақ тілінде техноблог жағын дамытқым келеді. Яғни жасанды интеллект деген сияқты жаңадан шыққан жаңалықтарын IT бағыттағы және де осы бір белгілі бір гаджеттарды, смартфондарды жаңадан шыққан iPhone деген секілді мысалы. Сол секілді смартфондармен таныстырып, қазақ тілінде техноблог жүргізгім келеді. Менің бүгінгі бөлсем деген тақырыптарымның бірі ол осы IT бағыттағы жасанды интеллект. Жасанды интеллект жалпы баршамызға белгілі ChatGPT, Grok деген секілді және Cloud, яғни DeepSeek деген секілді чаттар бар. Яғни бұл жерде бұл чаттарда біздер өзімізге керек сұрақтарды қойып, дайын жауаптарды ала аламыз. Өздеріңіз осы ChatGPT көп қолданатын шығарсыздар. Күнделікті өмірде қазіргі Википедия компаниясы орнын басқан ChatGPT десек болады. Енді кезекте осы бір жасанды интеллект шығарған елдер, мемлекеттер, яғни ол ақш құрама штаттары мен Қытай мемлекеті. Енді екі держава қазіргі таңда бір-бірімен конкуренция, енді екі ел өзара бәсекелестікте. Сонымен қатар біздің қазақстандық жасанды интеллектті шығарған Hexfield AI компаниясы бар. Яғни бұл қазақтың жігіттер өздері видео генерация жасайтын бір видеоны, яғни анимацияны белгілі бір мультфильм, фильм шығаратын жасанды интеллект ойлап тапқан болатын. Бұл кино бағытында, яғни сол жасанды интеллектті қолдану барысында сіздер кішігірім 15-20 минуттық фильмдер, мультфильмдер шығара аласыздар. Бұл кәдімгі біздің қазақстандық отандық өнім, Hexfield деп жазсаңыздар шығады. Даже бұл туралы подкасттар бар жаңағы дамып жатқан. Сондықтан осы бағытта жасанды интеллектті алдағы бағытта тағы да бөлісетін боламын. Бұл енді қысқаша бейне шолу деген секілді. Берсе келесі бір видеоларда кәдімгі таза монтажбен жақсы қылып шығара дейтін ойдамын. Әзірше каналға жазылып қойыңыздар, арнаға осы видео лайк басыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге жақсы видеоларды шығарып қуантуға тырысамын. Сау болыңыздар.